Саламатсыздар, құрметті партнерлар. Мен бірінші өзім таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Қуатова Рима. Ақтау қаласында тұрамын. 58 жастамын. Осы фармация компаниясына осы 25 жылдың февральдың аяғында тіркелдім. Мен жалпы өзім сетевой бизнесте келатқаныма 15 жылдан асты. Мен жалпы мамандығым фармацевт. 33 жыл аптекада жұмыс жасадым. Мен осы сетевой бизнеске келуіме менің денсаулығым себеп болды. Себебі мен жаңағы аптекада жұмыс жасадым ғой. Соның ішінде межбольничный аптекада порошоктар, нелер жаңағы венаға құятын стерильный растворлар дайындайтын аптекада жасадым. Соның зиянынан болар менде кожный болезнь пайда болды. Сол оны бірінші басында дерматит деді, аллергия деді, айналып келгенде ол псориаз болып шықты. Сол мен псориазбен 13 жыл страдать еттім. Енді медицинада псориаз неизлечимый болезньге жатады ғой, аутоиммунный болезньге жатады. Сондықтан да мен сол псориазбен бірнеше жыл арпалыстым. Енді неизлечимый болезнь екен деп отыра бермейсің ғой. Уже жанына батқаннан кейін ізденіп, өзім зерттеп, өзім оқып, осы псориаздың лечениесін іздеп кеттім. Сөйтіп жүргенде мен сетевой компанияларға тап болдым. Сетевой компаниялардың продукцияларын тап болдым. Организмді тазалау керек екен. Негізгі кез келген кожный ауру ол біздің организмнің застарениесінен болады. Әсіресе бауыр организмді тазалау осы сетевой компанияларға кіріп өзім үшін көптеген продукталар тазалап жасап келеді. Қазір мен сол мен енді организмге, менің кожамда қазір ешқандай да жара жоқ, бәрі тазарды. Мына екі қолымның үсті, мына екі шынтақ, мына мойын, менде буынның бәрінде, аяқтарымның үсті, тізем бәрінде қабыршақтарым жара болып кететін псориаз деген. Міне, соларды жеңіп шықтым. Содан кейін менде сетевой компанияға деген, сетевой компанияның продукцияларына деген мықты сенім оянды. Енді мен өзім аптекада жұмыс жасаймын ғой, енді медицинский препараттардың жаңағы құрамдарын бәрін оқимыз ғой. Мысалға, медицинада жасамайтын адамдар врач назначение берді ма, сол дәріні алады да рецептіге қалай ішеді, мысалға, бір таблеткеден 3 мезгіл деп көрсетіп жазып береді ғой. Тап солай қылып ішеді. Кейбір адамдар даже дәрінің ішіндегі аннотация деген затты оқымайды. Үйіңізде бір дәрі тұрған болса, соның ішіндегі аннотацияны алып оқып қараңыздар. Побочный эффект деген болады. Сол дәрінің сізге кері әсері, ол обязательно болады. Кейбір адамдарда білінбей өтіп кетуі мүмкін, бірақ ол обязательно сіздің организміңізге өзінің зиянын тигізіп жатады. Мен өзім енді аптекада жасаған өмір бойы солай мамандығым сол фармацевт болғанменен мен қазіргі таңда үйде бірде-бір дәрі алмаймын. Себебі ол дәрілердің пайдасынан зияны. Даже врачтардың өзі айтады ғой, одно лечит, другое калечит деп. Вот сол пайдасынан зияны күшті. Ал мына фирмалардың
біздерде енді біздің басқа елдерде қайдан білейін, біздің Қазақстанда жалпы сетевой бизнеске көзқарас өте төмен. Мен сетевикпін десең, саған бір алаяқ адам ұқсап қарайды да адамдар деген. Негізгі ол сетевик дегенде мамандық. Әртүрлі сетке кіріп, небір компанияларда жұмыс жасап, ол компаниялардың ішіне кіргеннен кейін, қыр-сырын бәрін көргеннен кейін, жайлап компания таңдауды да үйренеді екенсіңдер. Енді мен өзімнің денсаулығым үшін үнемі өзім организмге керек нелерді ішіп отырамын. Сөйтіп жүргенде денсаулығым жақсарды, өте жақсарды. Мен қазір 58 жастамын. Мен 40 жасымда мен сондай жаңағы денсаулығымның жоқтығынан мен бетімде пигмент болды, қара дақтар болды. 91 жыл қызымды босанғанда бетіме қара дақ болып кетті. Сол кетпей қалды, шашым түсіп атты. Өзім 83 килограмм семіз болдым. Енді қазір де апарып болып отқан жоқпын, бірақ қазір 72 килограммын. Сол кезде маған 40 кезімде маған адамдар 50 жас беретін еді. Қазір мен 58 жасқа келдім. Осындай өзімнің организміме керек заттарды, витаминдерді ішіп, организм тазалағанның арқасында маған адамдар қазір 50-ге келдің бе деп сұрайды. Мен 60-ға келіп қалдым ғой. 58 жылдың басын толып кеттім, уже 59-ға келіп қалдым да. Мінекей осындай. Мен осы сетевой компаниялардың продукцияларын ішіп, осындай дәрежеге жеттім. Әрбір компанияның өзінің эксклюзивный продукциясы болады. Және олар тексерілген, если дұрыс компаниялардың продукциясын ішетін болсаңдар, сертификаттары болады. Бәрінің тексерілген халал продукция. Сондай олардың құрамында адам ағзасына зиян зат болмайды. Просто сіз өзіңіздің организміңізде не жетіспейді, қандай витамин жетіспейді, соны анализ тапсырып біле отырып, содан кейін таңдап отырып ішуіңіз керек. Организмге поддержка керек. Біз күннен күнге, жылдан жылға жасарып жатқан жоқпыз. Біздің организміміз жайлап тоза береді. Сондықтан да бізге обязательно поддержка керек. Енді мен өзімнің денсаулығымды жөндегеннен кейін менде бір проблема, шашым қатты түсетін. Өзі әуелден мен рожденный анемия болып туылған адаммын. Менің шешем анемия болып жүріп мені туған. Содан кейін мен кәдімгі туылғаннан анемия болып туылған адаммын ғой. Сол манағы денсаулығымды жөндедім, Құдайға шүкір. Бірақ шашым түсе береді. Өзі жұқа, өзі жұмсақ сондай шашты. Мен осы шашыма бір жақсы шампунь іздейтін едім. Мен небір компаниялардың шампуньдарымен жуып көрдім. Осы бір Алматыдан бір нелерден заказ беріп те 12 мыңның, 15 мыңның шампуньдарында алып басым жуып көрдім. Егер сол шампунь действительно менің шашымды емдеп, шашымды жақсы қылатын болса, онда соны алып отырам деп ойлап, сондай ізденісте жүрген болатынмын. Осы фармация компаниясының бірінші маған осы шампуны ұнады. Шампунь үшін кірдім осы компанияға. Чесночный шампунь деген. Жалпы мен чесночный шампунь деген сол чесноктың жалпы луковицаларды оятатын жалпы ар жағында білемін ғой. Бірақ кәдімгі чеснокты алып пайдаланатын болсақ та, біреулер айтады ғой, құйпаңызға чеснок жақсаңыз, луковицаларды оятып, шашыңыздың қалыңдауын алып келеді депті. Ол чесноктың иісі бір айлап басымнан кетпейді. Мен онда пробовать еттім де. Сосын чесночный шампуньды алып көрейін деп ойладым. Тегін тіркеле салдым да, мен бұл компанияда жұмыс жасайын деп ойлаған жоқпын. Шампунь алып тұрам деген менде сондай не болды. Себебі мен бұл компанияны білген жоқпын, зерттеген жоқпын. Сондықтан да мен шампунь алайын дедім. Себебі мен шампунь іздеп жүрген болатын едім. Мен бұрында мысалға талай фирмалардың шампуньдарын алып жуып жүрмін ғой. Менің шашым маңдайымда ақ шаш көп болатын, өте көп та. Сондықтан да мен ол шашты күйдіріп бояйын. Себебі ақ шашты темный цветпен боясаңды, бір 2 жуғаннан кейін уже ана ақ шашыңыз шыға келеді. Сондықтан күйдіріп сары цветке бояп қоятын едім, чтобы ақ шашым көпке дейін білінбесін деп. Кетіп қалған шашымды көріп отырсың, мен қазір шашымды әдейі боямай жүрмін. Себебі менің шаштарым қара болып шығып жатыр, соны
көрсетуім керек қой адамдарға. Сол бір сол шампундармен жуған мезгілде мына күйіп қалған шаш, ана шампунмен жуған мезгілде тас болып қатып қалады. Кәдімгі ыдыс аяқ жуатын темір машинка бар ғой, тап сондай болып қатып қалады шашым. Сосын оған бальзам жақпасаң, ол таралмайды. Бальзам жақсаң, өзі жұмсақ, өзі сұйық шаш басыма жабысып сылпиып қалады. Содан кейін оған укладка жасай алмайсың. Укладка жасалынбайды, көтерілмейді. Міне сөйтіп өзім шашымды, адамның көркі шаш қой енді, сол манағы шашымды жөндей алмай жүрген кезімде мен осы шампунға кездесіп, чесночный шампунды алған бойына басымды жудым сол күні. Прям бірінші жуғанда менің шашым без бальзама жұмсақ болды. Прям бір жуғаннан маған ұнады. Чесночный шампун болса да ешқандай чесноктың иісі жоқ. Қайта наоборот, әдемі бір керемет иісі бар, маған өте ұнады. Содан осы шампун ұнап, сіңліме мына шампун керемет дедім. Бір жуғай жатып, қалай айтасың деді ғой, но бірақ жақсы екен мына шампун дедім. Маған ұнап жатыр, мен бірақ жаздың күні, мен февральда кірдім ғой, сонда да басымды күнде жуа бердім. Себебі результатын көрейін дедім. Күнде шашым. Содан шашым түспен тоқтады. Бұрын мен шашым жуған мезгілде кәдімше ваннаның несіне толып қалатын еді шаш. Азайғанын байқадым. Сөйтіп шашым жақсарып жатты. Оны шашымда бір блеск пайда болды. Мына күйдіріп шаштың вообще мертвый, нөл. Тіпті парикмахерская укладка жасағанда да шашым бір шаңнан шыққан шаш ұқсап тұманданып бір мутный болып тұратын еді. Сонымен шашымда блеск пайда болды. Содан кейін қуанып, жаңағы бұл сайтты қарап бастадым. Ішінде адамға керек зат көп екен. Маған сол кезде как раз дезодорант керек болатын. Гель душам бітіп жатыр еді. Сол өзіме керек заттарды алып, февральдың аяғында осы продукцияларға заказ беріп, бәрін алдым. Қазіргі таңда енді март, апрель жұмыс жасап кеттік қой. Лейтаға алдында осы компанияны жасайық дедім. Себебі мен өзім ана шампун ұнағаннан кейін адамдарға айттым ғой қасында. Бұрын мен жаңағы сетевой компанияларда БАДтар сататын, адам денсаулығына не қылатын жаңағы биологически активный добавка дейді ғой. Сондай продукт сататын компания жұмыс жасағанда адамдарға айтқанында қызығады да, бірақ көбі алмай қалатын. Себебі оның қазір ауырып тұрған жоқ. Сенің организм шаршап жатыр, ертең сен ауырып қаласың, заранее алдын алу керек дегенде бізде адамдар оны ойламайды. Бізде адамдар көпшілігі денсаулықты совсем бағаламайды деп айта аламын. Алмайтын еді БАДтарды. Енді алатын адамдар да бар, бұлар өте аз, бірақ көпшілігі алмайтын еді. Әбден ауырып, құлап қалғанда келеді да, мен осындай болып қалдым, мен не ішейін деп сөйтіп келеді адамдар. Ал мына шампунды айтқанымда, шампун бар мына жерде, керемет парфюмдар бар, мына жерде осындай жаңағы сабындар бар, жаңағы косметика бар, кодовый косметикалар бар деп айтсам, біздің әйел адамдар денсаулығыңа мынау жақсы, сенің организміне витаминдеріне күш береді, қуат береді деп продукцияны көрсетіп, сосын мынау бетке жағатын крем, мынау бетіңізді әдемі қылады, әжім кетіреді десең бар ғой, бірінші мына кремді алады ғой. Іш құрылысын тазалайтынды ойламайды, ең бірінші кремді алады. Сондай әйел адамдар әдемі болғысы келеді. Ал мынаны мен жан-жағымда өзіңнің тумаластарыңнан, жан-жағыңда достарыңнан, күнде араласып жүрген адамдарыңнан бастайсың ғой, соларға айтып бастадым. Міне менің шашымды қараңыздар, блеск пайда болып жылтырап, керемет болып жатыр деп айтқанымда, маған осы сабын, шампун, әртүрлі заттар тағы не бар деп бәрі мына каталогты қарап, әсіресе тіркелу тегін дегесін көп адам отказ берген жоқ. Бұрынғы БАД компаниялардағыдай емес, отказ бермей адамдар тіркеле бастады. Міне өйстіп, осы неге март бойына мен адам жинадым. Барлық өзімнің телефонның контакттағы адам бәріне информация бердім. Енді олар бәрі-бірдей тіркеліп кеткен жоқ, но бірақ основном март айында мен бірталай команда жинадым. Сосын апрель айының аяғында уже директорский статусты қорғадым.
еріктісі статусты қорғадым. Жаңағы продукцияларды өзімнің ішкенімді айтып, видеороликтер түсіріп, чаттардағы өте күшті керемет отзывтарды статусыма қоя бердім. Өстіп статусыма қоя бердім. Сосын сенің статусыңды қарайтын адамдар бар ғой, солар мынау не Рима, мынау не зат, не салып жатсың деп адамдар менен сұрап, сосын сұраған адамдарға жекесіне шығып, дұрыстап түсіндіріп, бәрін айтып, көрсетіп, каталогтарды жіберіп, результаттарды жіберіп, өстіп өзім команда жинадым. Әлі де осылай тіркеп келе жатырмын адамдарды. Өте жақсы. Енді 6 ай болып қалды ғой біздің жұмыс жасағанымыз. Осы 6-шы ай жұмыс жасап жатырмыз. Сосын нелерді, барлық продукцияны почти пайдаландым деп айта аламын. Себебі бұл жерде енді основном жаңағы Nutri Plus дегенде денсаулыққа керек баттар бар. Енді бат көп емес, өте аз. Енді алоэсы бар, оны алып іштім, 2-3 флакон өзім іштім. Сосын жаңағы L-карнитин деген керемет аминокислоты бар да, L-карнитин деген. Соны да іштім, Д-терин іштім, қазір мына витамин С-ны ішіп жатырмын. Сосын тағы не заттар бар еді. Көп емес, енді өзі 5-6 түйір зат, солардың бәрін ішіп, бәрін пробовать етіп, адамдарға айтып, результаттарын айтып жатырмын. Біздің командамыздан результат өте көп осы, именно коллагеннен, L-карнитиннен, нелер көп. Уже менен адамдар результат көріп жатыр. Себебі жаңағы енді мені көптен көрмей жүрген адамдар кездесіп қалғанда, Рима, өте жақсы, не болдысың, бетіңе не жағып жатсыз, қандай косметикамен қолданып жатсыз деген сұрақтар қояды. Көптен көрмеген адамдар, былтырдан бері көрмеген адамдар, көшеде кездесіп қалсақ, или болмаса мен өзім шақырам, осы компанияға, сондайда кездескен мезгілдерде, жақсы, продукцияның жақсы екені өзімнен көрініп тұр дейді. Сондықтан да біз ең бірінші өзіміз пайдалануымыз керек. Мен осы продукциялардың бәрін өзім пайдаланып жатырмын. Сосын бірінші жаңа шаг подаркілері, бірінші басында әрине тек бірден табысқа шығып кетпейсіз бұл жерде, бірақ шаг подаркілерінің өзі потребительдерге өте жақсы ұйымдастырылған. Компания біздің қамымызды ойлап, не болған сол. Алғашқы шаг подаркысы жаңа гель для душа менен крем ғой. Сол кезде как раз ана оливковый гель для душа менен оливка қосылған крем для рук беріліп жатты да. Крем для рук қолыма пайдаландым. Менде өте сухой кожа. Мен крем для рукты постоянно сумкамда ұстап жүремін. Нанша жеймін дейтіндей состояниеде. Себебі менің қолым жарыла береді. Мысалы таңертең ұйқыдан тұрып, қолыңа крем для рук жағып қойсың ғой. Кішкенеден кейін туалетке барғаннан кейін қолың жуасың ғой. Уже мен осы неше бір крем для рук пайдаланып, крем для рук кетіп қалады, уже мана қолым қайтадан тырысып бастайды да. А мына кремнің несі маған таңертең жағып аламын. Сосын одан кейін бірнеше рет қол жуған мезгілде мана крем қолыңа сіңіп кетіп, қолым жарылмайды. Сразу жарылып кетеді. А мен бір осы уақытқа дейін қаншама небір керемет кремдерді алып жақтым, бір жуғанда уже кетіп қалады да, действие жоқ, мана қолым қайтадан тыртысып бастайды. Бір ғана крем для рукның өзі осындай маған әсер қалдырды, және мен сол өзімнің алған әсерімді адамдарға от души айтып отырдым. Сосын екінші шаг подаркымды алдым ғой. BB кремін өзім пайдаландым. Тушты қызыма бердім. Қызым 1-2 күн пайдаланғаннан кейін, мама, мына туш күшті екен дейді. Мына туш күшті екен. Қыздардың бәрі сұрап жатыр жұмыста деп, манағы 3-4 туш маған сатып әкеліп берді. Өстіп, әрбір продукция бізге пайдаланған сайын бізге ұнай берді. Енді содан кейін бұл компания туралы да оқып, танысып жатырмыз ғой енді.
енді бәрің де осы жерде отырған партнер шығарсыңдар, историясын білесіңдер компанияның. Жаңағы доктор Туна 1950 жылдан бері бастаған. Бірінші басында ол кісі, доктор Туна деген кісі туралы айтатын болсақ, бұл кісі Турцияның алғашқы врачтарының бірі болған. Ол кісі жаңағындай нелер, анальгетиктер, сосын жаңағы жараға жағатын маздар, сосын шөптен жасалынған да, сосын сироп от кашля, соларды бірінші шығарып бастаған. Содан кейін жаңағы денсаулық, здоровье, красота дейді, сондайға қарай көңіл бөліп, адамдардың денсаулығына поддержка беруге осындай неге жұмыстанған. Ол кісі қазір дүниеден өтсе де, ол кісінің бастап кеткен жаңағы үлкен алпауыт 9 заводы Стамбулда әлі күнге дейін жұмыс жасап тұр. Оның балдары, немерелері ол кісінің ісін ары қарай жалғастырып жатыр. Енді мен как раз осы компанияға кіріп, чатқа қосылған мезгілде, осы біздің Алматыдағы партнерлар барып келіп, кәдімгі заводтарын көрген видеороликтерді чатқа салып жатты. Мінекей сол кезде де уже мына жағында үлкен сенім оянады екен. Сенім оянады. Себебі көзімен барып көріп келіп жатыр ғой. Сосын ары қарай тағы да зерттеп оқып қарасақ, бұл бренд болып признавать етілген компания екен. Мировой брендтің қатарына енген, және Турцияның өзінде де нөмір 1 бренд екен. Себебі Турцияда мысалға производстволар көп қой, небір түрлі производстволарда, солардың алғашқы 5-тігінің қатарына енген осы біздің фармация компаниясы. Сондай жаңағы Турцияның алғашқы 5 производствосының қатарына енген, алда келе жатқан 5 производствоның қатарына енген керемет компания екен. Мен солардың бәрін адамдарға информация бергенде мақтанышпен айтамын. Және де бұл компанияның сетке шыққан 15 жыл болған ғой. Европада дамып кеткен бизнес екендігін айтамын. Біздің Қазақстанға келгеніне енді ғана 2 жыл болып жатыр. Және осының Қазақстанға келгеніне мен өте қуаныштымын. Және де осы компанияға мен өзім кездескеніме қуанамын. Әлі кездеспей, бұл компанияны білмей жатқан адам қаншама да. Себебі мен бұның продукцияларынан керемет өзіме результаттар алып жатырмын. Бұның каштан гель, чили гельдерінің өзін айтсаңыз, вообще керемет. Енді жаңағы каштан гель, чили гель деген жаңағы 250-лік объемда және 500-лік объемда үлкен банкасын екеуін бірдей үйге ашып қойдым. Бірінші чили алдым. Себебі адамдарға айтып жатырмын, осындай шампунь бар екен, осындай керемет екен деп айтып жатсам, бір танысым менің де TikToktан біреуге жазылыпты. 2024 жылы ноябрьде 16 жастағы қызының шашы ағарып жатыр екен. Соған алып, содан результат көрген. Сол мен айтып жатырмын ғой, тіркел, осындай компания, мен тіркелдім дейді. Мен уже одан результат көріп жатырмын дейді. Неге айтпайсың осы уақытқа дейін деймін ғой. Может, айтса да тыңдамаған шығармыз, кейде бір заттарға мән бермей өтіп кетеміз ғой. Сол айтты, сосын ішінде чили гелі бар, күшті дейді. Менің ішім кетті содан дейді. Содан мен бірінші чилиді алдым. Чилиді мына ішіңізге жағып, мына адамдардың қазір қарап отырсаңдар, жан-жағыңызда адамдарға да, әйел адамдардың да, ер адамдардың да қарны қампиып жатыр да. Оның бәрі май емес қой. Ол вздутие болуы мүмкін, ауа болуы мүмкін, су болуы мүмкін да. Соны кешке қарай жағып, бұл андай гель сіңіп кетеді, жылдам сіңіп кетеді, дым қалмайды денеңізде. Сосын үстіне пищевой пленка жапсырып тастасаңыз, мына кожаға жаққан мезгілде ол кожада жұмыс жасайды. А егер сіз оған пищевой пленканы жапсырып тастасаңыз, ол ары қарай кіреді. Ары қарай кіріп, ар жақта клеткаларымызбен жұмыс жасап бастайды. Мен көзім жеткен, мен ішіме жақтым, сосын пищевой пленканы жапсырып тастаймын. Таңертең тұрып, ваннаға барып, пищевой пленканы алған мезгілде, манағы су ағады ғой, су. Лишний суды шығарады организмге.
кишечниктердің бойындағы засорениелер шығарады. Кімде запор да, күнде кешке ерінбей массаж жасап іштеріңізге сыртынан обязательно пищевой пленка жабыстырып тастаңыз. Мен өзімде де сондай запор проблема болатын. Осы мен үнемі осыны пайдаланып жүрмін. Өте керемет көмектеседі. Және мен бірнеше адамға совет бердім, ол адамдарға да көмектесіп жатыр. Енді чили паприка гелінің құрамында витаминдер өте көп. Витамин Е бар, С бар, группа В витамині бар. Бұның құрамында аминокислоты және коллаген типтес не бар. Адамның қоржысына эластичность беретін, упругость беретін керемет аминокислоты бар. Сосын расслабляющее действие береді, как антиоксидант қызмет атқарады. Организмдегі токсиндерді шығарады, суды шығарады. Біздің клеткаларымызды кислород аппарат біздің клеткаларымызға. Сосын водный, минеральный балансты нормализовать етеді. Лифтинговый эффекті береді. Сондықтан да бетіңізге жағатын болсаңыз, чили паприка гелін жағыңыз. Чили паприка гелін именно бетіңізге аптасына 2 рет, 3 рет кешке қарай бетіңіз жуғаннан кейін мас қосатып, сіңіріп, уқалап жағып алсаңыз, ол лифтинговый эффекті береді. Майда машиналарымызды кетіріп, уже пайдаланғаннан кейін 1-2 аптадан кейін түріңіз ухоженный вид болады. Кожыңыздың цвет өзгереді. Чили паприкадан. Сонымен бірге бұл обезболивающий действие береді, противовоспалительный действие және противомикробный действие береді. Вирусный нелерге, тамағыңыз ауырып жөтеліп қалсаңыз, температураңыз бар болса, кішкентай 3 айлықтан бастап еңкейген кәріге дейін пайдалана беруімізге болады. Наружный слаб. Ешқандай құрамында химикат, агрессивный химия ештеңе жоқ. Таза натуральный шөптен жасалған продукция адамға ол пайдасы болмаса зиян тигізбейді. Сол жаңағы екеуінің де жаңағы каштан гель және чили паприка геліміздің екеуінің құрамы 2 түрлі, бірақ действие одинаковый. Біреу кішкене каштан гель кішкене охлаждайды, мына чили паприка геліміз аздап қыздырады. Бірақ ол күйдірмейді. Біреулер ойлайды, чили дегенде да уже перец бар, құрамында күйдіріп кететін шығар деп. Жоқ, күйдірмейді, аздап қыздырады. Неге қыздырады? Ол қан айналымды жүргізеді. Қан қозғалған мезгілде сізге қызған құсап білдіреді. Бірақ ол да ұзақ емес, бірақ ол ары қарай өзінің действиесін бере береді, уже білесіздер. Сосын құрамында крапива бар, имбир бар, ментол бар, экстракт жазжова бар. Бұлар нені кожаны регенерация жасайды. Әсіресе мына поврежденный жерлер бар, күйіп қалған, или тыртық, или целлюлит, вот соларды восстановление жасауға өте жақсы көмектеседі. Стручковый перец бар құрамында, экстракт розмарин, мята, перечный, экстракт крапива, имбир бар ненің құрамында. Чили паприка гелдің құрамында. Ал каштан гелдің құрамында кішкене басқашалау. Оның құрамында жаңағы конский каштан, зверобой, мята, ментол, цветки арники, розмарин, сосын эфирное масло жазжова. Екеуінің иістері ұқсайды ғой, но бірақ составтары совсем басқа. Каштан гель аяқтың шаршағанын басады, теріні тегістейді, растяжкаларды кетіреді, охлаждающий эффекті береді, бұлшық еттерді расслабляция еткізеді, тонизирует етеді, қан айланын жақсартады, ауырсынғанды басады. Успокаивающий действие береді. Осындай керемет несі бар. Сосын бұларды екеуінде пайдалана беруге болады, бірақ кейбір нелер бар, қыздыруға болмайды. Мысалға миомалары бар адамдар қыздыруға болмайды, олар каштан гельді пайдалансын.
сосын варикозный расширениеге каштангел луч. Сосын бұл енді күндегісі күнде айтып жатырмыз ғой, мында бір ауруға емдетті. Цистит, геморройдан бізде өте күшті результаттар болды. Циститке чем каштаннан гөрі чили лучше. Себебі мен өзім пайдаландым да. Сол чили ойбай ол қызыл бұрыш ашытпай ма дейді да. Ол ашытқанда ол ондай қатты ашытпайды. Кішкене бір қыздырғандай не береді. Ода 1-2 минутқа жетпей уже не қалады. Бірақ лучше эффект береді. Бір күнде, уже 2 күнде выделениені, көлді бәрін сразу тоқтатады. Осылай керемет. Сосын геморройға да сол чили лучше ма деп қалдым. Себебі біздерде 250 двойной эффект не бар ғой, чили келді. Бізде бір геморрой қызға берді. Бір күнде геморройдың шығып кетеді ғой, 50% ішіне кірген, бір жаққанда. Ертесіне келіп, тағы бір күн алып кетті. Өзіне жақсы болғаннан кейін, прям кровитив жүрген геморрой, өзіне жақсы болғаннан кейін, мен тағы бір апам дедім ма, біреу тоже геморройдан страдайды, соған апарып берейінші, екіншісін келіп тағы алып кетті. Міне, осындай керемет, осындай продукцияларды қасымыздағы адамдарға айтып, біздер небір жаңағы алғыстарды алып жатырмыз. Осындай затты айтуға ұялудың қажеті жоқ, потому что сіз оған жақсы, өте керемет затты айтып жатсыз ғой. Содан кейін тағы бір типта барымыз, енді бұл жерде продукцияның бәрі жақсы, но бірақ ішінде прямо келген бойына деп өтіп кететін, ешеуін алғызсаң да өте беретін продукцияларымыздың бірі, бұл әрине мен өзім сол шампунь үшін келдім, чесночный шампунь, сосын против перхоти шампунь. Против перхоти шампунь бар ғой, ол да чесночный құрамында экстракт чеснока бар. Ол просто ол жаңағы мына құрамында яблочный күш болғаннан кейін майлы шаштарға өте керемет. Майлы шаштарды өте керемет ашады. Сосын перхотті жаңағы кожының несі ғой, грибок қой, басымыздың қожысында грибок. Оларды жойып, жаңа кожыңызды жақсы қылады, луковицаларыңызды оятады, және шашыңызды жылтыратады, майлылығын кетіреді. Жылдан майланып кетпейді шашыңыз. Мен қызымның шашы 2 күн жумаса уже май болып тұрады. Осы шампуньды пайдаланып, қазір шашының майлығы кетті. Оның шашы боялмаған шаш қой, кәдімгі. Таза да, ағы жоқ. Әдемі цвет болып тұр ғой, әдемі цвет болып жалқырап тұр. Осындай. Керемет осы, именно осы против перхоти шампуньды пайдаланып мен қызым. Шашым түскен тоқтады. Осы біздің фармасияның продукцияларына, қазір менің даже бұрын мен басқа нелеріне алғанда, менің балдарым мен алып беріп атпасам, менің продукцияларыма ондай не қылмайтын. Қазір менің қызым өзі тіркеліп, себебі оның ішінде жаңағы декоративный косметика бар, уходовый косметика бар да. Вот сол өздеріне, қазір бізде жастар өте күшті уход жасайды ғой. Сол жаңа умывашкасын алады, тағы маслыларын алады, жаңағы мицеллярный вода, жаңағы бетіне жағатын кремдерін, жаңа боянатын нелерін бәрін осыған тіркеліп, қазір өзі алып, айына даже почти 100 балды өзі жасап отыр. Менің қызым тіркеліпті. Сондықтан да мен жаңағы тұрмыстағы қыздарымды да бәрін үшірге тіркеп қойдым. Өздеріңе керек заттарыңызды алып отырыңыздар. Сіздер бәріңіз бәрібір алып жатсыңдар. Шампунь аласыңдар, сабын аласыңдар, саяқ жуатын аласыңдар, кір жуатын аласыңдар. Соны осы жерден алыңыздар. Сіздердің ағзаларыңызға зиян келтірмейтін заттарды алыңыздар деп осылай өзім айтып, соларға жаңағы зат аламын десе, соларға түсіндіріп, сен мынаны алуың керек, сен мынаны алуың керек деп. Мысалы менің Жаңаөзен қаласында тұратын үлкен қызымның 6 баласы бар. Алдыңғы жағы қыз балдар 7-8 оқитын да. Вот сол саған дедім, сен мына арзан шампуньды ал дедім, витаминді шампунь 10 балдық та. Вот сол шампуньды алып пайдаланып жүр. Сосын чесночный шампуньды күйеуіне алып беріп, мен оны тек жаңағы қанат жусын, бәрін бірдей жусаңдар
күтіп қалады ғой үйінде адам көп. Атасы бар, енесі бар, 6 баласы бар. Сондықтан да себебі қанаттың шашы түсіп жатыр дейді да. Ер адамдар обнесениеге бейім болады. Олардың шаштары жылдам түсіп қалады, төбесі лысый болып кетеді да. Вот сол үшін бұнымен тек жалғыз қанат жусын, сендер мына шампунмен жуыңдар деп. Сол именно жаңағы витаминный шампунның крапива деген түрімен бірінші алды қызым. Сонымен шашымды жуып, жұмысқа барып отырсам дейді. Қасында қыздар, Жадыра, шашыңа не істедің? Укладка жасадың ба? Шашың деген күшті, керемет, жалпылдап тұр, әдемі болып көтеріліп деп айтты дейді. Сосын сондай бір фирманың шампунын алдым мамамнан. Деп сөйдеген, ол не фирма деп бәрі сұрап, содан қызым звондайды маған. Ана арзан шампуныңнан бар ма? Бізде жұмыста қыздар сұрап жатыр дейді. Нешеу керексің? Нешеу бар болса да беріп жібер дейді. Соны қарасам 6 шампун бар екен. Сол 6-ауын да беріп жібердім. Бір күнде маған сол қызым 6 шампун сатып әкеліп берді. Үшін продукцияларды алған адамдардан ешқандай бірде-біреуінен теріс отрицание ешқандай ештеңе естіп жатқан жоқпыз. Бәрі де рахметін айтты, тағы да алып жатыр. Содан жазда Атырауға қыдырып бардық. Қыдырып баратқанда просто өзімізге немен баратырмыз ғой, ручной укладкамен жүреміз ғой. 1-2 шампун, 1-2 дезодорант, бірдеңелерді салып алдық. Сол жақта көрген адамдарыма айтамын дейді. Содан сол жақта қайынсының қызы тұратын еді. Сол Айданаға кел, мен осында келдім дедім. Айданаға мына шампунды ал, әрбір шампун алып жатсың, өте керемет, зиян келтірмейді шеріңе. Шашың түскен тоқтатады деп сөйдеп едім. Шашың қатты түседі, онда алайыншы деп сол шампунды алған. Қазір мен сол Айданаға сол бір шампун мен бір дезодорант сатқан арқасында қазір Атырауға мен ай сайын посылка салып отырмын. Рим апа ананы сұрап жатыр, Рим апа мына бір каталог беріп кеткен, Рим апа мынаны сұрап жатыр деп мен Атырауға ай сайын посылка салып отырмын. Сөйтіп, ол Айданада қазір өзі тіркеліп, осы жерде ай сайын жаңағы өзінің подаркілерін алып, өзінің жұмысын бастап жатыр. Осылай жүрген жеріме, тойға барсам да, неге барсам да алып кетемін. Біздің Ақтаудан неше километр, 300 километр жерде Сәйөтөс деген жер бар. Пойызбен келатқанда көрген шығарсыңдар. Сол жерде ағайындарымыз тұрады, сол жаққа тойға бардым. Тойға барғанда да сөмкеме сала салдым, алып бардым. Сол жерде менің жаңағы бір үлкен абысыным, 70-терге келіп қалған кісі, сол менің немді шампун алып менен де, сосын не алды? Таштан кейі алды и зубный паста алды, чайный дері зубный паста. Сол кісі қайта звондап, Ақтауға тойға бірдеңе жатса, маған зубный паста керек, маған календула маз керек деп, Ақтауға тойға келген сайын бірдеңе алып кетті. Сосын сол Қаштан келдім, үлкен 500-дігін беріп едім ғой. Соны кеше келгенде, кеше осы өткен аптада той болды, сонда келгенде маған айтады, менің мына бір иығым қозғалтпай, алдында Қаштан келдім, бітіп қалды ма, неге жақпайсың десем, оны ағаңа берген, сол бермейді, мына жауырынмастан бір шаншу бар еді, сол кетті дейді. Сол кетті деп, өзі жағып жүр, жалпы бітіп жатыр, тағы алуым керек еді, бірақ қазір рестораннан шыққаннан кейін тіке кетеміз ауылға дейді. Онда қазір мен Ритаға звондаймын, әкеліп тастайды дедім деп, жаңағы Рита баласынан беріп жіберіп, сөйтіп алып кетті. Мен сол тойда жүрсем де, томалақта жүрсем де, осы фармацияда айтып, өзімнің клиенттерімен жұмыс жасап жүремін. Біздің жұмыс рахат қой. Күндіз жасайсың ба, түнде жасайсың ба, өзің осылай жүре бересің ба. Осылай керемет біздің хит продукцияларымыз осылар өте керемет. Сосын қазір мен кремдерін пайдаланып жатырмын. Соның ішінде мына крем өте керемет екен. Қазір айтып жіберейін сіздерге. Міне Люми Радианс деген серияның мына 37 балдық кремі. Осыны алып пайдалансаңыздар, беттеріңізді өте керемет увлажняет, даже тональный крем керек емес. Бетіңіздің тонын прямо теп-тегіс қылып әдемі тональный крем жаққандай болып тұрады. Осы кремді пайдаланып жатырмын. Сосын
амалажып өссе сыворкаларын пайдаланып жатырмын. Қазір осыған акция болып жатыр да осы серияға. Ана нені вокруг глазды скидкамен аласыздар. Осындай. Сосын мына серияның резурф пас деймін, серия резурф пас деген. Осының дневной кремін бір біздің партнеріміз алды да. Сол бізде жазда қатты болады ғой, 50-60 градусқа дейін ысып кетеді. Сол айтты, мына кремім керемет екен дейді. SPF бар, құрамында күнде таңертең жағып аламын дейді, 1 грамм қарайған жоқ дейді. Өте жақсы екен деп. Енді уходовый косметикаларымызда өте күшті. Сосын мына витамин С менен сыворкамыз бар ғой, сол бізде кетсе өтіп кетеді, тұрмайды ше. Сондай керемет. Енді осындай керемет продукцияларға да бізге келгеніне, біздің осыған кездескенімізге, осы компанияны создавать еткен основательдерге, осы біздің Қазақстанға келуге себепші болған Бақтыгүл ханымға бәріне алғысым шексіз. Және біздің спонсорларымызға, бізге осы алдымызда жол көрсетіп жатқан, және маған сеніп келген менің командама айтатын тек алғыс. Сағат уже 10 болып қалды. Бірталай сөйледім-ау деймін енді. Кішкене сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоюларыңызға болады. Мысалға, біреулер ойлауы мүмкін, сіз сетте жүрсіз, баяғыдан бері командамыз бар, сондықтан шығар сіз осындай неге жетіп отырсыз, Римаға повезло деп ойлайды кейбір адамдар. Олай емес. Мен басқа компания жасап жүргенімде бір какой-то ол компанияда керемет болып жатса, неге кетем? Бір нелері болмай қалып кетіп қаласың, разочарование болады. Ол жердегі команда келесі компанияға бармайды, потому что оның алдында сенен разочарование көрді ғой, одан кейін ол адамдар жүрмейді. Мен әрбір компанияға келген сайын басқа адамдармен жұмыс жасаймын. Сол компаниясы продукциясын негізгі Алла тағала біздің бәрімізге бірдей ырыс несібені бірдей берді. Соны біреуіміз алып жатырмыз қабылдап, біреуіміз алмай жатырмыз. Сондықтан да ой, анаған повезло, маған менше повезло деген болмайды. Просто ниетіңізбен, шын ниетіңізбенен алға бассаңыздар, бір адамның істеген екінші адам істей алады. Тем более мынандай продукциялар. Бұл жерде продукциялар өзін өзі сатады. Статусқа қоя беріңіз. Сол статустан келеді. Бұрынғы компанияларда даже менің командамда болмаған адамдар, мен контактымда бар ғой, солар менің статусымды қарап отырады. Аған Тараздан бір Света деген апай өзі шықты. Бұрында бір компанияда болған біз. Астанадан тоже Назигүл ханым деген өзі шықты. Рима, не сатып жатсың, шампунь, не шампунь деп. Астанадан 2-3 клиент менен именно шампуньды рекламировать еткеніме келді. Сосын Құлсарыдан адамдар бар, клиенттер менде алып жатыр продукцияларды. Атыраудан, Қызылорда, Аралдан адамдар алады. Солардың бәрі именно статустан келіп жатыр. Енді қазір таргет жіберіп жатырмыз. Таргеттен де 1,5 адамдар информация алып жатыр. Бірақ таргеттен өте аз келіп жатыр. Бірақ келіп жатыр. Кейбір адамдарға жақсы адамдар тіркеліп жұмыс жасап кетіп жатыр біздің командамызда. Осы Ақтаудың өзінен бұрын танымайтын адамдар таргет арқылы кездесіп қалып, офисқа келіңіз деп шақырып, осылай жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінше менің қысқаша айтайын дегенім осы. Енді Рима ханым, рахмет. Бір сұрағым бар еді. Мысалы, сіздерде енді бинарный компанияда болып көрдіңіздер, баттың көбі бинарный компания болады ғой. Бұл классика, ай сайын активация бар. Мысалы, А дегенде сізге, мысалы, Рита ханым ай сайын активация жасау керек, осындай деген кезде бір не болды ма? Ойбай, ай сайын активация ақша салу керек деген бір возражение болды ма? Менде ма? Именно менде возражение болған жоқ, потому что
бинарный компаниялардың секретін айтайын сіздерге. Активация жоқ дейді. Бірақ бал жойылмайды дейді де. Вот соған адамдар соған не қылады, түсінбейді олар. Бірақ сен 200 миллион товарооборот жасағанда жаңағы машинаға жетесің дейді. Ал сен 200 миллион товарооборот жасау үшін активация жасамасаң, ай сайын адам жазбасаң, ай сайын ана жинап жатқан балыңды көбейтпесең, сен оған жете алмайсың ғой 200 миллион деген товарооборотқа да. Соны түсінбейді адамдар. Ал мына классикада мен бұрында бір американский компанияда жұмыс жасадым. Сол жерде классика еді. Сол компаниядан мен неше 14 мың бір айда 14 мың товарооборот берген адамға балда уже жерде 14 мың бал жинап товарооборот берген адамға турпутевка подарка болды Турцияға. Мен сол жерде 21 мың бал жинап, сол турпутевканы 10 күндік турпутевканы ұтып, сол компанияға 2018 жылы Турцияда болдым. Анталияда болдым. Бұл жерде бал жойылған менен айма-ай жасаған жұмысыңа қарай ақшаңды алдың. Сен осы айда жасаған еңбегіңе ақшаңды алып алдың. Келесі айға, чтобы сен тағы сондай зарплата үшін, тағы сондай еңбектенуің керек қой. Еңбексіз дымыс істемейсің, халябы сенің астыңа түседі деген сөз. Сонымен алдап шақыратын сияқты. Менің ойымды бинарный компания туралы. Себебі оның алдында бір бинарный компанияға кірдім. Маған айтты, мына жағыңа түсе береді деп, бір жағыңмен жұмыс жасап отырасың дейді. Бірақ ол жерде де ай сайын бал жойылып кететін еді. Мына жағыңда 5000 бал. 5000 бал ол жерде $5000. Мына жағыңда 5000 бал болғанда директор боласың. Бір айда ұстауың керек, чтобы директор болу үшін де. Сенің үстіңдегі адам сильный болса, мына жағыңа 5000 ол адам түсіреді. Менің үстімдегі адам слабый бол. Мен мына жағымдағы 5000 да, мына жағымдағы 5000 өзім жасап, директорға шықтым. Ал келесі айда, чтобы региональный директор болу үшін, мен мына жағымда 10 мың бал, мына жағымда 10 мың бал жасауым керек. Білдіңіз бе? Өте қиын маркетинг болғандықтан мен оны жасамай тастадым. Бірінші басында түсінбей кіріп кеттім. Сосын артынан түсініп қарасам, ол солай екен. Бірақ мына жағың 10 мың бал, мына жағың бар ғой, 8 мың, 9 мыңға келіп тұрса, келесі ай жүк жоқ болып кетеді. Қайтадан снова жасауым керек та. Вот, сондай да бинарный компанияны көрдім. Бірақ оның алдын жасаған компания классика. Сол қызығы классика сияқты. Сондықтан да мен ол ай сайын бал жойылады, ай сайын активация. Активация қанша дейтін 20 мың деп. Бірінші ойладым 20 мыңға не аламыз ай сайын депті. Сөйтсем қазір 20 мыңға емес, почти ай сайын 50 мың, 60 мыңға өзіме продукцияланып қарап отырсам. Керек себебі күнделікті да. Біздің ана оксилармен кір жуып, оксиді пайдаланып, жаңағы, сосын жекке порошоктарымызды пайдаланып, кір жуғаннан кейін, басқа порошокпен кірлеріңіз жуып қараңызшы, өзі жуғыларың келмей қалады. Ана киімдерің кірі ашылмаған сияқты болып тұрады. Сондықтан да ай сайын кір жуатын аламын, бірақ ыдыс-аяқ жуатыны көпке кетеді екен. Мен 3-тен 1-не су құйып қойып пайдаландым. Бір флаконым осы өткенде осы августтың басында бітті ғой. Где-то мартта алған бір флакон. Енді біздің үйде ондай адам көбіміз ғой, сондықтан шығар, әйтеуір 4-5 айға арқайын жетті. Бір флакон. Екінші флаконды жақында аштым. Недавно аштым да. Білмеймін, әйтеуір ай сайын керек болып тұрады. Бірдеңе аламын, не қыламын. Артық бірдеңелер алып қоямын, бірдеңе подаркаға бірдеңе бере салам. Сосын бір тағы бір айта кетейін деген результатым. Бір Жаңаөзенде тұратын қайынсіңлім келіп біздің үйге қонды да, күн ыссы жазда суға түсіп шықты. Сосын тарақ берші деді, біздің фармасийдің тарағын бере қойдым мә деп. Шашын тарап атты да, біз маған қарап, тарақтар. Мынау не тарақ дейді. Мен саған айтып жүрмін ғой, фармасий.
фармацевттің тарағы деп сөйлесем, оның шашы бұйра тас бұйра шаш болады ғой, сондай да. Сол айтады, мен дейді жуынып шыққаннан кейін шашымды 1 сағат тараймын дейді, үйсі жазылмайды дейді. Ана тарақ бүйтіп бір тарағанда үйсім жазылып кетті ғой дейді да. Ол енді біздің менің шампуныммен жуып шықты, может содан да шығар. Бірақ біздің тарағымызда шашты жұлмай үйсін жылдам жасайды. Даже тарақтың өзінің сондай қасиеті бар ғой. Мына тарақтан осы тарақты маған алып беретін болды. Сол кезде как раз қасымда тарақ болған жоқ. Но кейін алғызып, сол жаңағы алды. Уже біздің бір продукт, бір затты адам көрсе, уже алады да қарай сұрайды. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Прямой эфирді өшіріп қойыңыз. Иә, сұрақ жауап. запись өшіріп тастайын, сұрақ қойыңыздар.